ұршық буыны артикуляция коксы. Бұл буындасуға қатысатын буын беттері жамбас сүйегінің ацетабулум буыны ойығы мен ортан жіліктің басы капут фемористің беттесуінен құралады. Буын беттерінде жамбас сүйегінде дәлірек айтсақ, буын бетін құрауға фацис луната қатысады тікелей. Буын шеміршектері, буын басын гиалин шеміршек жабады. Ал жамбас сүйегінде фацис лунатаны гиалин шеміршек жабады, ал фосса ацетабулумды шелмаймен толтырылған. Буын беттерінде сонымен қатар жамбас сүйегінде лабрум буын ерні арқылы буын ойығы толықтырылады. Осы буын лабрум ацетабулум инцизура ацетабулумның үстінен өткен кезде лигаментум трансверсум, яғни көлденең байламды құрайды. Буын қапшығы жамбас сүйегінде осы айтылған буын беттерінің және буын ерін қаусырып бекейді де, ал ортан жілікте алдыңғы жағында линия интертрохантерикаға, ал артқы жағында криста интертрохантерикаға жетпей бекейді. Буынның қосымша элементтеріне келетін болсақ, буын ішінде лигаментум капитис феморис анықталады, немесе лигаментум терис, дөңгелек байлам деп айтылады. Ол жаңа мана айтып өткен лигаментум трансверсумнан басталады да, инцизура ацетабулум. Содан бұл орта жіліктің басының ойығы фобия капитис фемориске тартылады. Фобия капитис фемористі келесі сүйек препаратынан да анық байқауға болады. Бұл байлам арқылы ортан жіліктің басына қан тамырлары өтіп тұрады. Бұдан басқа буын келесі байламдармен мықтап бекітілген. Спина илиака антериор инфериордан линия интертрохантерикаға қарай буын қапшығының бетімен тартылатын лигаментум илиофеморали, немесе бұны бертини байлам деп атайды. Бұдан басқа қасаға сүйегінің жоғарғы тармағынан буын қапшығына қарай тартылатын лигаментум пубофеморали, немесе лигаментум пубокапсуляри деп атайды. Және шонданай сүйегінің денесінен осы буын қапшығына қарай тартылатын лигаментум исхиофеморали, немесе исхиокапсуляри деп атайды. Бұдан басқа буынның қосымша элементтерінде зона арбикуляристі анықтауға болады, немесе бұны Вебер байламы деп атайды. Ол спина илиака антериор инфериормен жетпей орналасады, ортан жіліктің мойнын қаусырып, қайтып сол жерге келіп бекейді де, ортан жілікті жамбас сүйегіне қарай тартып тұрады. Буын буын жалпы жіктелісі бойынша шар тәрізді буынның басқа түршелеріне қатысы бар. Бұл тостағанша тәрізді буындарға жатады. Кейбір әдебиеттерде бұларды N-артроздар деп атайды. Сондықтан бұлар көп өсті буындар және үш өстеде қозғалыстар жасайды.